Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде де ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күні өтті. Бүгін оқу ордасы ғимаратында Шымкент қаласындағы 4 мектептің 400 түлегі сынақ тапсырды. Еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты мұнда адамдардың шоғырлануы болған жоқ. Талапкерлер қауіпсіздік үшін 2 метр арақашықтықты қатаң сақтауға тырысты. Университеттің кіреберістеріндегі тәртіп полиция қызметкерлері бақылауында болды. Сондай-ақ жедел жәрдем бригадасы мен өрт сөндіру техникалары да кез келген жағдайға дайын тұр. Түлектер сағат 9-ға дейін медициналық және дезинфекциялық 5 сатыдан өтті. Дезинфекциялық өткелден соң аяқ киімдерін тазартты. Арнайы қорғаныш киімдерін киген медбикелер балалардан қызуын тексерді. Мұнан кейінгі сатыда қолдарын арнайы сұйықтықпен жуып, медициналық бетперде алып тақты. Бұл кезеңдердің барлығына Білім және ғылым министрлігінен келген мемлекеттік комиссия мүшелері бақылау жүргізді. Университетте түлектердің денсаулық қауіпсіздігі үшін қабырғаларда сенсорлық және шынтақтық санитайзерлер орнатылған. Бүгін бізде өте көп оқушылар, 400-ден астам, 65-ші, 80-ші, 23-ші мектептің оқушылары келіп жатыр. Адал өту үшін бізде адалдық аланың мүшелері де бар, арнайы комиссия, арнайы группа бар бізде. Солар мынау адал өтуіне өзінің ықпалын тигізіп, қарап, қай аудитория қандай кемшіліктер бар, олар айтып отырады. Сонымен бірге мынау онлайн трансляция бар. Онлайн трансляция бүкіл Қазақстанға, бүкіл ата-аналар соны көруге мүмкіндіктері бар. Талапкерлер тест тапсыру үшін 13 аудиторияға жайғастырылды. Олар бір-бірінен 2 метр алшақ отырғызылды. Сынақ өткізілетін барлық аудиторияларға бақылау жүргізетін бейнекамералар қойылған. Ұлттық бірыңғай тестілеу Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде 5 шілдеге дейін өтеді. Тестілеу барысын осы мерзім аралығында құзырлы орган қызметкерлері қатаң бақылауда ұстайды. Оқу ордасының базасында жалпы саны 3,5 мың талапкер сынақ тапсыратын болады. Мектеп түлектеріне сәттілік тілейміз.